Сәлеметсіздер қадірмен көрермен IT сервис кезек каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен аппарат, ол мынандай планшет, Samsung планшеті. Tab A8 2019 деп айтып жатыр егесі. Келген мәселесі телефон, яғни планшет Google аккаунт блокировкасына түсіп қалған. Егер сіз телефонға жазған аккаунт пен пароліңізді ұмытып қалған болсаңыз, үй жағдайында бұл бұғатты блокировканы қалай ашуға болатындығын осы видеодан көресіздер. Ол үшін бізге кішкене дайындық керек болады. Подтверждение аккаунты деген бөлікке келген болсаңыздар, онда артқа қайтамыз. Wi-Fi желісіне Wi-Fi-ға қосып аласыздар. Одан кейін сіздерге дайындық болғанда кішкене ондай сим-карта, пин-код сұрайтын сим-карта керек болады. Соны былай біз сим-суатты кішкене шығарып қоямыз былайнан. Мінекей. Енді біз тағы артқа қайтамыз. Wi-Fi-ға қосылған соң Connect Wi-Fi, яғни Wi-Fi-ға қосып аласыздар. Енді ағылшын тілінде де айтып жатырмыз. Ағылшын достарымыз көріп жатса, көрермендеріміз бәлкім артқа қайтамыз. Wi-Fi-ға қосып алған соң, старые данные сбросили настройки деген. И мына жерге тағы бір артқа қайтамыз. Что нужно знать перед началом деген бөлікке келесіздер. Осы жерге келген кезде біз не істейміз қазір? Сим-картаны саламыз, сим-картаны. Одан кейін далее дегенді басып отырамыз. Тез басамыз. Далее деп. Яғни мына жақ өтпейді. Баса береміз, қазір көресіздер. Мынау сим-карта салынған соң құлтанады. Сим-картаны және сим-картаны шығаратын ине де керек болады мінекей. Иненің бәрін дайындап аласыздар. Енді Android 9, 10-дарды ашып жүрген видеоларымызды көріп жүрген көрермендеріміз болса, 8 дегеніміз ғой, 10 емес, 8 пен 9. Мұндағы версия 9 көріп тұрсыздар. Клиенттер жаңғыртып қалды. Яғни сим-карта несімен дайындап аламыз. Сим-картаның барлығы, иненің барлығын салып аласыздар, Wi-Fi-ға қосып аласыздар. Одан кейін сим-картаны салған соң даляны басамыз, даляны басып отырамыз да. Құлтанады. Құлтанған соң сим-картаны шығарамыз. Шығарған соң жерде құлыптың белгісі болады, құлыпқа басамыз да. Төбеде настройканың белгісіне басып отырамыз. Келіңіздер, айтқаннан гөрі көрсетейік. Мінекей, сим-картаны саламыз, даляны басамыз, далее. Еті құлтанды. Енді сим-картаны шығарамыз. Окей. Құлыпқа басамыз, настройкаға басып отырамыз. Мінекей. Енді қараңыздар, сіздерде мынандай болуы мүмкін. Сіздерде жаңағы құлыпқа басқаныңызда шықпай қалуы мүмкін. Жатсат. Мінекей. Сим-картаны саламыз, далее. Сим-картаны шығарамыз. Окей. Сағатқа басып тұрасыздар да, наған басасыздар. Наған басып отырамыз. Жоқ, баспаймыз. Мінекей, сіздерде жаңа құлыпқа басқаңызда түспей шықпауы мүмкін, сондықтан сағатты кішкене былайынан жылжытасыздар да, құлыптың белгісіне басасыздар. Сонда мынау шторка былай айтқанда перде шығады. Кейін наған басамыз. Енді мына жерде поискқа басамыз. Енді бізге мына керек емес. Және сим-карта керек емес. Салып қоя саламыз оны өзінің орнына. Енді телефон настройкасына кіреміз керек болады. Мына жерге егер настройка шықпай тұрған болса, настр деп жазасыздар. Настройка шыға болады. Настройкаға кіреміз. Және бұл жерден бұндай отпечатка қойылмайды. Сондықтан біз учетный записьқа кіреміз. Учетный запись. Добавить учетный запись. Бұл жерден exchange деген таңдайсыздар. Exchange. Бұл жерге кез келген символдар жазамыз. Собачка, кез келген символ, .com, далее. Енді настроиться с помощью сертификат деген басамыз. Және выбрать безопасный блокировка экраны деп шығады. Біз бұл жерде окей дейміз да. Бұл жерден пин-код таңдаймыз. Пин-кодқа 2580. Продолжить 2580. Да. Бұл жерде отмена. Установить сертификат не найден. Бұл жерде отмена, артқа қайтамыз. Пропустить в этот раз. Далее. Wi-Fi-ға қосылып қалған соң далені басамыз. Енді күтеміз. Енді ол бізден қараңыздар. Введите текущий пин-код, используйте Google аккаунт. Біз жаңа терген пин-кодты тереміз. 2580 далее. О, астына S. 6 S-тер олар. 60 мың, 65. Енді жерде пропустить деген батырма шықты, қараңыздар, батырма. Пропустить.
Ол 01. Ең төмен түсеміз, принять. 01 олар 45 000. Енді окей. Почти все готово. Яғни толықтай Google аккаунттан ашылып отыр. Уалейкум салам. Телефонда бар екен, ең азы. 15. Қайсысы ол? Некіне жерін далее деген шықты, далені басамыз. Яғни толықтай ашылды деген сөз бұл. Пропустить. Пропустить. Қазір. Готово. 2-3 минут күтетіңіздер. Және Tab A8 толықтай ашылды бізде қараңыздар. Енді телефон настройкасына кіреміз. Экран блокировкаға кіресіздер. Тип блокировка экран. Пин-кодты тереміз. Далее провести по экрану таңдап қоямыз. Артқа қайтамыз. Ой, настройкамыз телефон жайлы мәлімет көрсетіп кетейін. Сведение ол планшет. Galaxy Tab A8 2019 екен. Сведение ол ПО. Версия Android 9. Ровен безопасность 1 декабрь 2019 екен. Қараңыздар. Номер сборки. Неке. Планшет A8 2019. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Сау сәлеметте болыңыздар.